Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі қазақ тілі сабағында диктант жазамыз. Диктант тақырыбы ерлік жасаған екеу. Бұл мәтінде ерлік жасаған екі бала туралы әңгімеленеді. Қазір сіздерге мәтінді оқып таныстырам. Мұқият тыңдап отырамыз. Ерлік жасаған екеу. Есік алдында Бақытжан мен Қазбек әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде олар түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Бақытжан мен Қазбектің ісіне ел риза болды. Балалар, мәтінде кездесетін қиын сөздерді жазып қойдым. Танысып, мәтін жазу кезінде сауатты, таза, әдемі жазуға тырысамыз. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын, тақырыпты жазамыз. Диктант жазу кезінде балалар сөйлемді 3 реттен оқимын. Бірінші оқыған кезде тыңдаймыз, екінші оқыған кезде жазамыз, үшінші оқыған кезде қателеріңді тексеріп, тыныс белгілерін қоямыз. Олай болса, дәптерді ашып жазайық. 30-шы желтоқсан диктант ерлік жасаған екеу. Есік алдында Бақытжан мен Қазбек әңгімелесіп отыр еді. Есік алдында Бақытжан мен Қазбек әңгімелесіп отыр еді. Есік алдында Бақытжан мен Қазбек әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде олар түтіннің иісін сезді. Бір кезде олар түтіннің иісін сезді. Бір кезде олар түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Орындарынан тұрып, жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің қорасы өртене бастағанын байқады. Қазбек көрші үйдің қорасы өртене бастағанын байқады.
Қазбек көрші үйдің қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді. Екеуі солай қарай жүгірді. Екеуі солай қарай жүгірді. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Бақытжан мен Қазбектің ісіне ел риза болды. Бақытжан мен Қазбектің ісіне ел риза болды. Бақытжан мен Қазбектің ісіне ел риза болды. Енді балалар мәтінді басынан аяғына дейін тағы бір рет оқып шығам. Мұқият қарап тексеріп отырыңдар. Есік алдында Бақытжан мен Қазбек әңгімелесіп отыр еді. Бір кезде олар түтіннің иісін сезді. Орындарынан тұрып жан-жағына қарады. Қазбек көрші үйдің қорасы өртене бастағанын байқады. Екеуі солай қарай жүгірді. Өртке кінәлі кішкентай балалар болып шықты. Екі бала өртті сөндіруге кірісті. Бақытжан мен Қазбектің ісіне ел риза болды. Енді балалар сіздерге тапсырма беремін. Бірінші тапсырма. Соңғы 3 сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді тап. Және олардың астын сыз. Тұрлаулы мүше дегеніміз не екен? Есімізге түсірейік. Қандай тұрлаулы мүшелер бар? Және олардың сұрағы қандай еді? Есімізге түсірейік. Екінші тапсырмада орындарынан деген сөзді сөз құрамына талдап, түбір сөзге сұрақ қоямыз. Сұрақты үстіне карандашпен жазамыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жазған диктантты Окей Едусқа саламыз. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.